Қайырлы күн барлықтарыңызға, ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кеттік. Бүгінгі тарих бұл қазақтың ескі астанасы қасиетті Сығанақ қаласына арналмақшы ағайын. Менің артымда тұрған Сығанақ қаласы. Сығанақ қаласы бұл ертедегі қолөнер және сауданың орталығына айналған Ұлы Жібек жолы бойындағы қала болатын. Енді Сығанақ қаласы туралы ең бірінші рет 10-шы ғасырда мына арабтың географы Әл-Максидидің еңбегінде Оғыздардың елді мекені деп көрсетілсе, ал Махмуд Қашқаридың 11-ші ғасырдағы еңбегінде Сығанақ Оғыз қаласы деп аталынады. Ал 12-ші ғасырда қала Қыпшақ, Сырдария қыпшақтарының астанасына айналған болатын. Және де ол туралы белгілі парсының ғалымы 13-ші ғасырда өмір сүрген Жувини айтады. Сығанақтың тұрғындары дінсіз болған дейді. Олар және Қарахан мемлекетіне қатты қарсылық көрсеткен болатын. Қарахан мемлекеті осы мұсылман мемлекеті болатын. Тек қана Сығанақты 13-ші ғасырда Хорезм мемлекетінің билеушісі болған Мұхаммед Алладин екінің кезінде ғана Сығанақ Хорезм мемлекетіне бағынып мұсылман қаласына айналған болатын. Сығанақтың шарықтау гүлдену кезі бұл Ұлы Жібек жолымен тікелей тығыз байланысты. 12-ші ғасырда қала үлкен сауда және қолөнер орталығына айналған болатын, Ұлы Жібек жолының бойындағы. Сонда сол заманның азаматтары ол қаланы Сығанақ Қыпшақ гавани деп аталған. Қалада саудадан бөлек қаланың халқы жермен айналысқан, және де аңшылық, балық аулаумен айналысқан болатын. Бұл қаланы суландыру осы Сырдария қаласынан тартылған 20 километрлік төмен арық каналымен қамтамасыз етілген, және осы Қаратаудан, мына жағымызда Қаратау бар, Қаратаудан сілемдерінен ағып келетін сулармен осы айналасының барлығы суландырып отырған болатын. Сығанақта 1219 жыл, яғни 13-ші ғасырдың басында өзге де қазақ даласындағы қалалар сияқты үлкен нәубет шапқыншылық Сығанақтың да басын айналып өткен жоқ. Себебі дәл осы кезде шығыстан Шыңғысхан әскері келіп Сырдария өзенінің бойында қалаларды бірінен соң бірі басып ала бастады. Шыңғысханның үлкен ұлы Жошы осы Сығанақ қаласына келіп қаланы берілуді талап етіп, сол маңның тұрғыны белгілі көпес Хасан Қожаны қалаға елші ретінде жібереді. Бірақ қаланың халқы Хасан Қожаны өлтіріп, қаланың қабырғасын жауып алып, Жошы әскеріне қатты қарсылық көрсетеді. 7 күнге қырғыннан кейін қаланы Жошы әскері басып алып, қырғынға ұшыратып, қаланың халқын қырып салады. Бірақ осыған қарамастан 13-ші ғасырдың ортасынан бастап Сығанақ қайтадан орнынан тұра бастайды. 1328 жыл Сығанақта сонау Алтын Ордадан ұзақ жатқан Сығанақ қаласында теңге шығаратын сарай соғыла бастаған, сарайдың қабырғасы қаланады. Әсіресе қаланың гүлденуіне үлкен үлес қосқан Алтын Ордалық, Ақ Ордалық хан Орыс хан болатын. Соның кезінде қалада көптеген мешіттер, медреселер, моншалар, тағы басқа әкімшілік ғимараттар көптеп салынып, қала жарқырап гүлдей бастаған болатын. 14-ші ғасырдың ортасынан бастап Сығанақ қаласы Ақ Орданың астанасы болған. Сонда оның басты табыс көзі сауда-саттық болған болатын дейді. Сонда таңда келген 500 түйеге артылып келген жүк кешке дейін Сығанақ базарында сатылып кететін еді деп жазады. Сығанақ қаласы өзінің географиялық орналасуына байланысты, жақсы жерде орналасуына байланысты, және де мынау Дешті Қыпшақ даласын бақылап тұратын шекаралық қала болғандықтан, жақсы жерде орналасқандықтан, оның баюына үлкен септігін тигізеді, және бұл оның сорына да айналған болатын. Себебі оған жан-жақтан қалаға қызығушылығы артып, оған көз алартатын елдер көбейе түсті. 1379 жылы осы Сығанақ қаласын Тоқтамыс басып алады. Тоқтамыстың әкесі Тойғожа Маңғыстаудың билеушісі болып тұрған. Маңғыстау осы Сығанаққа қарап тұрса керек. Сол кезде оны соғысқа үгіттей алмаған сол кездегі Ақ Орданың ханы Орыс хан өлтіреді де, баласы Тоқтамыс өзіне де ажалдың төнгенін сезсе керек, қашқаннан қашып өтіп Самарқандағы Әмір Темірді барып паналайды. Әмір Темір қуанып кетеді, оған әскер береді, оны дереу Ақ Ордаға қарсы соғыспен айдап салады. Бірінші шайқас қазіргі Түркістан қаласының маңындағы Сауран қаласының түбінде өтеді. Сол жерде бірінші шайқаста Тоқтамыс жеңіліп, қайтадан төрт аяқтап
Әмір Темірге қарай шат. Әмір Темір бірақ ренжімейді. Екінші рет оған әскер беріп, жасақтап оны екінші рет аттандырады. Екінші шайқас отырар түбінде болады. Ол жерде де Тоқтамыс жеңіліп кейін қарай кетеді. Үшіншісінде ғана тек қана Тоқтамыстың айы оң жағынан туады. Себебі бұл кезде Алтын Орданың және Ақ Орданың мықты хандарының бір орыс хан қайтыс болған болатын, және оның балалары билік үшін таластың нәтижесінде Ақ Орданы әлсіретіп жіберген болатын. Соны пайдаланған Тоқтамыс үшінші шабуылдың кезінде ғана Сығанақ қаласын басып алады, және де ол Сығанақ қаласында өз атынан теңге шығара бастайды. Ал 1383 жылы Сығанақ қаласынан өз атынан Әмір Темір теңге шығара бастайды. 1384-1395 жылдардың арасында Алтын Орданың ханы болған Тоқтамыс Ақ Орданың хандығына қол жеткізіп алады. Одан кейін барып Алтын Орданың ханына қол жеткізіп алғаннан кейін енді өзіне кезінде көмек берген Әмір Темірді місе тұтпайды. Сөйтіп оған қарсы шыққан болатын. Соның кесірінен Ақ Орда мен Алтын Орда мен Әмір Темір мемлекетінің арасында шайқас болып, Алтын Орданың құлауына әкеп соққан болатын. Дәл осы кезде қала, Сығанақ қаласы осы эпицентрдің дәл ортасында болған болатын. Сонымен не керек, 15 ғасырда Сығанақты уақытша болса да Әмір Темірдің немересі белгілі ғалым, астроном, математик Ұлықбек басып алған болатын. Оны 1423 жылы Ұлықбекті Сығанақ қаласынан орыс ханның ұрпағы алғашқы қазақ ханы Әз Жәнібектің әкесі Алтын Орда ханы болған Барақ хан оны қаладан қуып шығады. 1446-1468 жылдар Сығанақ Әбілқайыр хандығының құрамына еріп Шайбанилық Әбілқайырдың астанасы болған болатын. Сол кезде шайбанилық тарихшы Рузби ханның айтуы бойынша және қазақ ғалымы Карлбай Пақтың айтуы бойынша Әбілқайыр хан шайбанилық именно осы Сығанақ қаласына жақын маңдағы Көккөсенеде жерленген. Ол Көккөсене былай қарай 8 километр жерде Қожамберді деген ауыл бар. Сол жерде қазір үйіндісі бар Көккөсененің. Ол Көккөсене көлемі жағынан Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінен кем түспеген. 1490 жыл Сығанақ қаласы үшін болған шайқастардың көп жағдайында мына Мұхаммед Шайбани Әбілқайырдың немересі Сығанақ қаласын басып алып бірде айырылып қалып деген сияқты Сығанақ қолдан қолға өтіп отқан болатын. Сол кезде мына сол Мұхаммед Шайбанидің сарай тарихшыларының бірі болған Кемаледдин Бинай өзінің Шайбанинаме еңбегінде осы Сығанақ қаласында Алибек ата ханға дейді Ескендірнаме еңбегін әкеп тапсырған дейді. Ескендірнаме деген бұл Александр Македонскийге арналған кітап болатын. Бұл Александр Македонскийді қазақтар Ескендір Зұлқарнайын деп айтқан. Сонда мына Рузби хан айтады, Мұхаммед Шайбани хан әр уақытта Сығанақ қаласына келген кезде өзінің атасы Әбілқайырдың басына міндетті түрде Көккөсенеге барып келетін дейді. Сонда көп замай кейіннен қазақ хандығы қалыптасады. Қазақ хандығы қалыптасқан кезінде Сығанақ 1469-1511 жылдар қазақ хандығының астанасы болады. Кейіннен 1511 мен 1521 жылдардың арасында қазақ хандығының астанасы Сарайшық болады да, қайтадан 1521 жыл мен 1598 жылға дейін, яғни Есім хан таққа отырғанға дейін қазақ хандығының астанасы қайтадан осы Сығанақ қаласы болған болатын. Сығанақ қаласының көлемі 20 гектар болған. Халқының саны орта есеппен алған кезде, жоғары жағын емес, төмен жағын емес, орта есеппен алатын болсақ, шамамен 5500 қаланың халқы болған. Орта есеппен одан көп те болуы мүмкін, аз да болуы мүмкін. Және де осы қаланың маңындағы ирригациониялық осы нелер, каналдар, тағы басқа тартылған іс-әрекеттердің бәрі қаланың гүлденуіне үлкен үлес қосқан болатын. Сонда осы Рузби хан қаланы дешті қыпшақтардың гаваны деп атайтыны бар. Және осы сол Рузби ханның айтуы бойынша мына Сырдария өзенінен келетін, ол айтқан Сүйхун өзенінен келетін канал, тартылған канал дейді. Сүйхун дегеніміз бұл Сырдария өзенін айтып отыр. Кезінде Сырдария өзенін, Сүйхун деген оның алдында Яқсарт деп атаған болатын. Сонда сол жерден ағып келген каналдың бойын жағалай салынған қала қамалымен дейді. Гүлденген жаңағы бау-бақшалы қала көз алдыңа жұмақты елестеткендей болады дейді. 1570 жылдар осы қазақ хандар мен бұхар хандарының арасында Сығанақ қаласы үшін және Сырдария бойында өзге де қалалар үшін қырғын шайқастар болған болатын. Сол кезде біраз уақытқа дейін Сығанақ қаласын Баба Сұлтан басып алады. Кейіннен Бұхар ханы Абдолла II Сығанақты өзіне қаратып алған болатын. Сол кезде Абдолла II осы Сығанақтың әкімі етіп өзінің бір туысқандарының бірі Әбілқайыр сұлтанды қойған болатын. Сонда белгілі орта ғасырлық ғалым Хафиз Танш Бұхари өзінің Абдолла наме еңбегінде ол жаңағы Абдолла әдейі осы Әбілқайыр сұлтанды және оның балаларын Сығанаққа билеуші етіп қойған дейді. Себебі ол оның әкесін өлтіріп қойғандықтан осылай оларға бір
көмектескен түрі ме екен, сондай бір нәрсе болған дейді енді. Ал Сығанақта енді сол Абдулла II Сығанақтағы Зиядаддин мавзолейін қалпына келтіруге көптеген ақша бөлген дейді. 1598 жылы өкінішке орай ол мавзолей қазір сақталмаған. Қаланың айналасында мавзолейлердің орындары өте көп, қазір ашылып жатыр, көрсетіліп жатыр, бірақ кімдікі екені белгісіз. Сонымен қатар 17 ғасырда ақырындап мынау жібек жолының жұмыс істеу нашарлауына байланысты, ол нашарлауының басты себебінің бірі шапқыншылық, әрдайым керуендерге тыныштық бермей шабатын шапқыншылық, және де мына ұлы географиялық ашулар болған болатын. Яғни кеме жолдарының ашылуына байланысты көбісі кемемен сауда саттық жасағанды дұрыс көрген себебі кешірім сұраймын, себебі мына арзан түседі кемемен және тез баратындықтан, және де ешкімге жолай салық төлемейді. Сондықтан Үндістанға баратынымызда, Қытайға баратынымызда кемемен барған өте тиімді болғандықтан қазақ даласындағы қалалардың қаңырауының бірден бір себебі осы. Екінші бір себебі толассыз болатын шайқастар болатын. Сонда мына қаланың осы 17 ғасырдың аяғына қарай қала бірте-бірте өзінің өмір сүруін тоқтата бастайды. Сол кезде қаланың орталық бөлігі молаға айналған дейді. Көп адамдар өздерінің жаңағы азаматтарын, қайтыс болған азаматтарын әкеп ол қаланың орталық бөлігіне жерлей бастаған дейді. Қала туралы көптеген деректерді табуға болады. Бұл қала картада да көп түскен. Мысалы, орыстың картографы Ремезовтің Сібірден Қытай шекарасына дейін деген 1698 жылғы картасында Сығанақ қаласы көрініп қалады. Және арабтың ғалымы Мұртада Зубейданың да 18 ғасырдың ортасындағы сызған картасында Сығанақ қаласы көрініп қалады. Және де Давиди Рамсидің 1839 жылғы картасында да Сығанақ қаласының қай жерде екені көрсетіліп қалған болатын. Кейіннен 19 ғасырда Сығанақ қаласын Қоқан хандығы оңтүстік Қазақстан өңірін басып алған кезде Сығанақ қаласын өздеріне қаратып алады да сол жерге Сунағата деген бекініс салған болатын. Кейіннен бұны 19 ғасырдың орта шегінде Қоқан әскері мен Ресейлік империяның арасында шайқастың нәтижесінде ол қамалып қирап кеткен болатын. Енді айтып кеткенімдей қаланың көлемі 20 гектар. Қала орта ғасырлық, сол кезде ерте орта ғасырлық қалаларға сай салынған 3 бөліктен тұрады. Яғни жаңа хан тұратын бөлігі цитадель немесе арк деп аталынады. Оның сыртынан қоршап тұратын үлкен бөлігін Шахристан деп айтатын. Шахристан, бұл қаланың Шахристаны 10 гектар болады. Және де ол Шахристанда бай бекзадалар, билеушілер, көпестер сондайлар тұрған. Ал оның сыртынан тағы да бір орам өтетін, оны Рабат деп айтады. Ол жерде қолөнершілер, құмырашылар, зергерлер, тағы басқа қаланың қарапайым халықтары тұратын. Сол барлығын қосқан кезде бұл қаланың көлемі 20 гектар болған. Кейіннен бірақ Рабат қайта-қайта шапқыншылықтың нәтижесінде қала құлдырай бастаған кезде Рабат бөлігіндегі халық немесе көшіп кеткен, немесе қаланың орталық бөлігіне қарай ығысқан болатын. Сондықтан қаланың көлемі кішірейе түскен болатын. Сонда мына цитадельдің арктың көлемі 7-2 гектар болған. Ол оңтүстік шығыс жақ бетінде болған. Және де қалаға кіретін 3 қақпасы болған. Ол батыс жағында және солтүстік жағында және солтүстік шығыс бөлігі. Яғни осы мен тұрған қақпа солтүстік шығыс бөлігі болатын. Бұл Шахристанға алып келетін басты қақпа болатын. Байқадыңыздар ма? Мен айтқан кезде Шахристан, Рабат деген сөздің бәрі арабтың сөздері. Марокконың астанасына Рабат қала деген белгіні береді. Қазіргі уақытқа дейін енді бұл қалада тек қана мешіттердің орындары, мавзолейлердің орындары және құрылыс орындарының іздері қана қалған. Қазір қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аспан астындағы музейге айналған болатын. Бұл қаланы әр уақытта әртүрлі әкімдер билеп тұрған болатын. 1340-1342 жылдар қаланың әкімі болып Алтын Орданың ірі мықты хандарының бірі Өзбек ханның ұлы Тыныбек билеп тұрған болатын. Тыныбек кейіннен өзі де Алтын Орданың ханы болады, бірақ ол өзінің туған інісі Жәнібектің қолынан қаза табады. Одан кейін 1342-1361 жылдар Теңіз Бұға қаланың әкімі болады. Ал 1361-1364 жыл Қараноғай қаланың әкімі болады. Одан кейін 1364-1368 жылдар Ақ Орданың ханы Сасы Бұқаның ұлы Тоғылық Темір қаланың әкімі болса, 1368-1369 жылдар дәл сол Ақ Орданың ханы болатын Сасы Бұқаның ұлы Мұрат Қожа қаланың әкімі болады. Одан кейін 1369 жылдар тағы сол Сасы Бұқаның баласы Құтылық Қожа қаланың әкімі болған болатын. Одан кейін барып қазақ хандарының атасы болатын
1369-1377 жылдар Орыс хан осы қаланың билеушісі болған болатын. Одан кейін 1377-1378 жылдар оның баласы Тоқтақия, одан кейін 1378-1379 жылдар Темір Мәлік осы қаланың билеушісі болса, одан кейін 1378-79 жылы қаланы Тоқтамыс хан басып алады да, қала Тоқтамыс ханның астанасына айналған болатын. Қалада көптеген күллі әлемге белгілі азаматтар тұрған болатын. Солардың бірі Хусамеддин әл-Сығанақи болатын. Ол осы қалада шамамен 1242 жыл туылып, 1311 жылдар бір деректер бойынша Алеппода қайтыс болған дейді. Ал енді белгілі совет ғалымы Бартольдтың айтуы бойынша бұл осы Сығанақ қаласының маңында жерленген дейді. Мынау артымызда тұрған мавзолей, көк күмбезді осы Хусамеддин әл-Сығанақидің мавзолейі болатын. Сунағата деген атпен белгілі, осы маңда сол кісінің атында ауыл да бар, және де мына бекінісі де кейіннен Сунағата бекінісі деп аталған болатын. Осы Сунағатаның Хусамеддин әл-Сығанақидің бір өлеңі бар. Болса тәңірім екінші өмір қиғандай, Сығанақта көз жұмар ем қиналмай деп айтатыны бар. Қалаға өте ғашық болған, өзінің қаласына осы азамат. Бұның көптеген қолжазбалары қазіргі таңда Париж, Каир музейлерінде сақтаулы. Біраз уақыт осы Сығанақ қаласында белгілі алтын ордалық ғалым Хафиз Хорезми тұрған болатын. Сол кезде жаңа Мұхаммед қаланың әкімі болған Мұхаммед Ходжабектің тапсырмасымен осы Махаббатнаме түркі тіліне аударылған болатын. Ол қазір осы қалада аударылған болатын. Қазір ол Британ музейінде сақтаулы тұр, оның оригиналы. Және тағы бір аңыз әңгімелер бойынша бұл осы Сығанақ қаласында Қорқыт ата туылған деген де әңгіме бар. Енді басқа да бір қайнар көздеріне сүйенетін болсақ, алтын ордалық ақын Кутып, осы жаңа Құсырау шырын деген поэманы барлығымыз білеміз. Осы Құсырау шырын поэмасын алып, сол кезде осы Сығанақ қаласының әкімі болған Тыныбекке алып кеп берген дейді. Сығанақ қаласына дегенде аңыз әңгімелер бар ағайын. Бүгін осы Сығанаққа арналған тарихи шолуымыз осындай. Қаланың қазір реставрациялық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мына қала қақпасы, кіреберіс жердегі қала қақпасының аузындағы көпір, ағаш көпір, және де мына су жүретін канал жау келген кезде қалаға бірден кіріп кетпесін деп қаланы айналдыра ор қазылып, ішіне су жіберіледі дейтін. Міне сол кешегі жауған жаңбырдың суы қаланың сыртындағы орда жатыр. Мынау артымыздағы сол қаланың көпірі кіретін мына қаланың іші. Қала ішіне кірген кезімізде мына көше әдейі бүйтіп қисық болып ирелеңдеп салынған. Не үшін? Қаланың қақпасын бұзып кірген кезде аттаскер шауып келіп қаланың орталығына бармасын деп әдейі қисық салған. Себебі аттың екпінін азайтады. Және де ана жерде қаланың қақпасын күзететін күзетшілердің үйі бар. Қаланың ары қарай осы жолмен кіре берсе, жаңа айтып кеткендей, бұл битке арналған болатын, битке айналдырып жіберген болатын 17 ғасырдың аяғында. Орталық бөлігінде, қазіргіде де, осы 20 ғасырдың ортасында да адамдар көп жерленген биттер бар. Қазып алыңдар деп айтқан, қазып алғандар қазып алды, қазып алмағандар әлі уақытқа дейін тұр. Себебі бұл жерде қазба жұмыстар қызу жүріп жатыр. Ар жағында осы жол ирелеңдеп отырып, орталық жол қаланың мешітіне апарып алып барады. Мешіттерінің барлығы қаланың бөлігі неден салынған? Оның барлығы күйдірілген кірпіштен салынған болатын. Қалғандарының бәрі қам кесектен, яғни күйдірілмеген кесектен салынғандықтан жақсы сақталмаған. Және де мына көргендеріңіздей қаланың кіреберіс жеріне мынандай 25-25 кірпішпен қаланың кіреберіс жері өрілген. Бұның бәрі ескі кірпіштер болатын. Айта берсек, бұл қала туралы әңгіме көп. Енді жалғыз өзің түсіруге өте ыңғайсыз. Тағы бір адам қасында түсіріп жүрсе көп нәрсені айтуға болады. Қаланың қабырғасын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген. Мына қаланың қабырғасы мына жағында қалпына келтірілген, бірақ күннің кесірінен дұрыс көрінбейді. Қала қабырғасын қазір реставрация жүргізіп қалпына келтіріп жатыр ағайын. Енді қаланың алдында да мына қаланың сыртқы беті болып табылады. Ал қаланың мына жақ бетінде Рабаттың орны бар.
рабаттың орны да картадан жақсы көрінеді. Қазір былайша көзбен көрінбейді, барлығын шөп шалам жыңғыл басып кеткен болатын ағайын. Сонымен бүгін Сығанақ қаласына арналған тарихи түсіріліміміз осындай ағайын. Келесі кездескенше тіркелеміз, лайк басамыз, қолдаймыз. Артымызда қасиетті Сығанақтың қақпасы.